Қадірменді ағайын, тіл жанашырлары, біз бүгін халықаралық қазақ тілі қоғамы атынан үлкен бір бастаманы бастамақшымыз. Қазір елімізде президенттің шешім бойынша қарқынды мәжіліс депутаттары мен мәслихаттар халық қалаулыларының сайлау науқаны қарқынды жұмыс істеп жатыр. Осыған орайластырып, біз бірінші нақты талап хатымызды жариялау үшін бүгін баспасөз өкілдерінің баспасөз газет, журнал, телевизия өкілдерінің мамандарын шақырып отырмыз. Талап хатымыздың негізгі мазмұны өте қарапайым. Халық қалаулылары халықтың тілін еркін білу шарт. Халық қалаулылары халықтың тілінде жұмыс істеу керек. Халықтың тілінде, қазақ тілінде, мемлекеттік тілімізде ойы мен бойын түзеу керек. Бұл халықаралық аксиома. Бұл өркениетті елдерде әлемдегі қарапайым күнделікті баяғыда шешілген жағдай, және біздің елбасы деңгейінде, президент деңгейінде, мемлекет басшысы деңгейінде түрліше құжаттармен рәсімделген бұл ереже. Біз қазір Қазақстан халқы ассамблеясында бас қосып отырмыз. Бұл Қазақстан халықтар ассамблеясы емес, бұл Қазақстан халқы ассамблеясы. Біздің елімізде бір ғана халық, бір ғана ұлт бар. Бір ғана мемлекетте өмір сүреміз, унитарлық мемлекетте. Және біздің мемлекетімізде ата заңымызда жазылғандай бір ғана тіл мемлекеттік мәртебеге ие. Сондықтан қазіргі кезде бұрынғы жағдайларда болғандай көрші елдердің мемлекеттік тілдерінде жұмыс істеу, заңдарды даярлау сияқты істерді атқарған дұрыс емес деп есептейміз. Жалпы мемлекеттік тілді білу талапты біз ел атынан күшейтуіміз керек. Өйткені қаншама президенттің жарлықтары шықты. Іс қағаздарды мемлекеттілігі көшіреміз деген. Оның біреуі де іске аспады, орындалмады. Бір шенеунік жоғары деңгейдегі жауапкершілікке тартылмады. Неге? Біз президенттің шешімдерін орындамасақ, неге мемлекеттік қызметкерлер оған жауап бермейді? Сондықтан бұл өте сондай бір конструктивті, бүкіл заңнамаларға сәйкес біздің талабымыз. Бұл тек қана сайлау кезінде бастап отырмыз, бірақ сайлаумен бұл шектелмейді. Сайлау біткеннен кейін де біз осы талапты ары қарай талапты қоюды жалғастырамыз. Жалпы қызметтердің, мемлекеттік қызметтердің ішінде бізде ең жоғары деңгейдегі саяси мемлекеттік қызмет деген лауазымдар бар. Олар ең біріншісі президент, одан кейін премьер-министр, одан кейін сенат пен мәжіліс төрағалары, одан кейін халық қалаулылары, одан кейін министр мен облыс әкімдері. Осындай мемлекеттік ең жоғары деңгейдегі қызметкерлер міндетті түрде өз жұмыстарын мемлекеттік тілде толыққанды іске асыруға міндетті деп есептейміз. Бір қарапайым бір мысал келтірейін, біздің елшімізге, ол да жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкер, министрімізге, не халық қалау бір депутатымызға, шетелде бір профессор келіп, сіздер қазір Абайды көп насихаттап жатырсыз, Абайды көп
атап жатсыз, мүшел тойларын өткізіп жатсыз. Мен мына Абайдың мен боламын демеңдер, аяқты алшаң басқанға дегендегі, алшаң деген аяқты алшаң басқанға дегенді түсінбей қалдым, түсіндіріп беріңіз деген сұрақ қойса, сол жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкер кешіріңіздер, мен қазақша білмейтін едім деп жауап берсе, бұл өте ұят жағдай, күлкілі жағдай, ондай болмау керек. Сондықтан жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлер мемлекеттік тілде жұмыс істеу міндетті деген мәселені біз қазір ел атынан көтереміз. Бүгінгі күннен бастап халықаралық қазақ тілі қоғамы сайтында қтқ.кз бұл халықаралық қазақ тілі қоғамы .kz деген оның сайты талапхат деп жазса, бірінші бетте талапхатты кез келген азамат оқып, тиісті нүктесін басып, қолдау білдіруге мүмкіншілігі бар.